Кайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге жастар бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Османқұл Пакизат. Бүгін бізде қонақта болашақ актриса. Есімің кім? Жанель. Жанель, жасың нешеде? 11-де. Аида. Димаш. Аида және Димаш. Жастарың нешеде? Менікі 10-да. 11-де. Айбар. Мейіржан. Айбар және Мейіржан. Жастарың нешеде? 13-де. 9-да. Қай жақтан келдіңдер? Қайтпасбұрден. Тасай. Аруна. Нұрай. Аруна және Нұрай. Жастарың нешеде? 12-де. 9-да. Қай жақтан келдіңдер? Түркістан қаласынан. Жаппарбек Аяру. Исахан Мирас. Менікі 9-да. Менікі 10-да. Қай жақтан келдіңдер бізге? Шымкент. Мен Түркістан қаласынан. Мен есімім Ақмырза қызы Диара, мен жасым 14-те. Сейдін Нұредин 11-демін. Тамаша. Көңіл күй қалай? Өте жақсы. Жанель, біздің академияға келудегі мақсатың қандай? Танымал болғым келеді. Ал танымал болу үшін не істеу керек? Жақсы жақсы дайындық болу керек. Ал неліктен актриса? Актриса болсаң, біріншіден танымал боласың, екінші әртүрлі рөлдерді ойнаған қызық. Киноға түсіп, жұлдыз болғым келеді. Киноға түсіп, бүкіл мен танығым. Танымал болғым келеді. Жақсы. Жігіттер армандарың қандай? Актер болу. Актер болғым келеді. Ал неліктен актер болу? Не себепті? Өз актер болып, танымал болғым келеді. Мен киноға түскім келеді, знаменитость болғым келеді. Нұрай? Мен де киноға түскім келеді. Актриса болғым келеді дейсіз? Иә. Ал неліктен актриса? Мен басқа... Неліктен осы жолды таңдадың? Мен кішкентайымнан актриса болғым келеді и әнші болғым келеді. Кейін өскенде басқа қалаға кетіп киноға түскім келеді. Мен ән айтуды, би билеуді ұнатамын. Менің арманым киношы болғым келеді. Киношы. Ал мен дәрігер. Танымал болу. Мен өзімді развивать ету үшін және өз арманыма жету үшін келдім. Маған ол ұнайды, мен актер болғым келеді, киноға түсіп, танымал болғым келеді. Актер болудағы мақсат, ол танымал болу, Иә. Ал саған ше? Өмірден өз орын тапқым келеді. Сүйікті актерің немесе актрисаң бар ма? Жоқ. Ал кино, қандай жанрдағы кинолар ұнайды? Әртүрлі, иә? Маған Қызық болса болды. Жақсы, түсіндім. Болашақта киноға түсуге ұсыныс берілсе, кинода кім болып ойнағың келеді? басты рөлде ойнағым келеді. Маған фантастикалық кинолар ұнайды. Маған да. Тамаша. Ал актер немесе актрисаларың бар ма өздерің ұнайды? Анджелина Джоли. Тамаша. Қандай жанрдағы және қандай образда өздеріңді көргілерің келеді кинода? Фантастикалық кинода Жағымсыз кейіпкерлер ме әлде жағымды, жақсы. Димаш? Жақсы. Мен кинода жақсы кейіпкерлер ойнағым келеді. Неге жағымсыз кейіпкерлер сонда көргілерің келмеді? Киноларда көбінесе өлтіріп не қылады ғой, содан кішкене ұнамайды. Маған да сондай. Мен көбінесе драма көрем. Ішінен маған Туняева деген қыз ұнайды, күшті актриса. Нұрай? Мен Ал киноң бар ма өзіңе ұнайтын? Немесе қандай жанрдағы кинолар ұнайды? Маған кішкентайына ақ құс көріп ұнайды. Қандай жанрдағы кинолар ұнайды? Фантастикалық бар, иә? Комедия? Комедия. Өмірде де сондай әліге жақынсыздар ма? Один дома. Один дома киносы. Айару? Мен көбінесе мен де сол киноны көремін. Тамаша. Өздеріңе ұнайтын актерларың немесе актрисаларың бар ма? Маған Төреғали ұнайды. Төреғали, жақсы. Ал болашақта киноға түсуге ұсыныс берілсе, кинода қандай кейіпкерді сомдағың келеді? Оқушы. Ал мен
Мен кітапханашы. Кітапханашы не деген ерекше рөл. Ал сол оқушы мен кітапханашы жақсы ма әлде жаман ба? Жақсы. Жақсы кейіпкер сомдағылар келеді, иә? Ал неге жағымсыз кейіпкерлерді сомдағылар келеді? Өйткені ол маған ұнамайды. Маған да. Маған экшн, фантастика және де зомби туралы сияқты ұнайды. Маған драма деген сияқты қатты ұнамайды. Атыс, фантастика, сондай болмады. Енді көріп жүрген кинолардың ішінде үздік деген бір фильм бар ма? Мен бір сериал көргенмін. «Мы все мертвы» деп аталады, ол орысша. Бірақ Кореяда түсірілген. Маған өте ұнады. Себебі ояқта зомби туралы болған. Мен айтып кеткендей маған өте ұнайды. Сол кино маған жақсы деп көрінеді, өте жақсы деп. Тамаша. Маған «Поезд в Пусан» деген өте қатты ұнайды. Есімен ұнады. Қызықты енді, зомби. Сүйікті актерларың бар ма? Актриса, актерларың бар ма? Өздерің жақсы көретін. Маған қатты ұнайтын жоқ, маған әрқайсысы өзінше ұнайды. Әрқайсының өз ерекшелігі бар дегенде, әрқайсы кинода әртүрлі актерлар болады. Прям жүрекке не қылатындай жақсы ұнаған. Бір актер деп айта алмаймын. Каждый кинода өз жақсы актерлар бар. Ал саған ше? Маған да солай. Анджелина Джоли, наверное. Сол ғана. Сен Брэд Питт ба? Жарайды. Болашақта өздерің киноға түсіп жатсаңдар. Мен детектив, там супер женщина деген сияқты сондай болғым келетін еді. Ал сен ше? Мен қатыгез болғым келеді. 532. Фантастика. Фантастикалық, иә? Жақсы. Ал актер, актрисаларың бар ма? Ұнайтын? Уилл Смит. Менікі жоқ. Жоқ. Барлығы бір десеңші. Жақсы. Ал өздеріңе болашақта киноға түсуге ұсыныс берілсе, кинода кім болып ойнағыларың келеді? Жақсы. Жаман. Жақсы. Тбилисиден. Боевик. Жақсы. Жанель, қазір екеуміз ойнаймыз. Мен саған бірнеше суреттер көрсетемін, яғни эмоциялар. Ал сенің міндетің сол эмоцияларды бізге естіп беруің керек. Қайталап көрсетіп беруің керек. Дұрыс айтасың. Олай болса кет, бірінші эмоция. Камераға қарап көрсетеміз. Бұл не істеп тұр? Ашуланып тұрған. Айғайлап тұр, иә? Иә. Деп соны көрсетейікші. Айғайламаймыз ба? Жақсы. Келесі эмоция. Бұл не істеп тұр? Бұл өзін не тыныштандырып Тыныштандырып, сабырға шақырып отыр, иә? Келесі. Бұл не істеп тұр? Бұл ондай таңғалып тұр. Таңғалып тұр, иә? Таңғаламыз. Келесі. Ренжіп қалған ба? Иә. Бұл киноны көргенсің ба? Иә, один дома. Не істеп тұр бұл? Бұл қорқып тұр. Жақсы, келесі эмоция. Бұл не істеп тұр? Чынданып тұр. Чынданып. Біреуге Ренжіп. өкпелеп қалған, иә? Көрсетеміз. Келесі эмоция. Айда бұл не істеп тұр? Ашуланып тұр. Енді соны көрсету керек. Барынша ұқсатуға тырысамыз, суреттегідей етіп. Димаш, жарайсың. Күліп жеме, бірақ бұл күлкілі эмоция емес, бұл ашулы эмоция. Осы ашулы эмоцияға кіру керек. Айғайлаймыз. Мен досым шарғым келеді.
Жақсы, келесі эмоция. А бұл не істеп тұр? Таңғалып тұр. Шок болып тұр. Шок. Бір шошып тұрған сияқты, иә? Ал бұл қандай эмоция? Күліп тұр. Күліп тұр. Қуанып тұр. Бұл енді өте қатты ашулы. Ашулы. Ызалы. Бірдей етіп көрсетейікші, әдемі. Келесі эмоция, одан кейін ашудан кейін өзімізді сабырға шақырайық, иә? Келесі эмоция. Бұл не істеп тұр? Ойланып тұр. Таңғалып тұр. Таң қалып тұр, дұрыс айтасыздар. Бұл суреттегідей етіп ұқсатып көрсетеміз. Айданға бір ойланып тұрған сияқты. Таң қалапсыз. Олай болса, бірінші эмоция. Бұл не істеп тұр? Таңғалып тұр. Таңғалып тұр. Келесі эмоция. Бұл не істеп тұр? Мен де бәрі жақсы тұрмын. Мен де. Жақсы. Келесі. Келесі. Мұңайып тұр. Ашуланып тұр. Ашуланып тұр. Айғайлап тұр, иә? Үстік ашуланып. Келесі эмоция. Бұл кино көргенсіздер ма? Бұл қандай кино? Один дома. Один дома. Один домадағы Кевин не істеп тұр? Келесі. Қуанып тұр. Қуанып тұр. Қуанамыз? Жақсы, келесі эмоция. Бұл өте қатты ашуланып тұр. Сендердің бір сүйікті заттарыңды армандап, әлем дегенде сатып алған заттарыңды сындырып алды. Жерге түсіріп алды. Мысалы, телефон, иә? Ашуланамыз. Айбар? Ашуланамыз. Деп айғайлайықшы кәдімгі. Шынайы етіп ашуланамыз. 1, 2, 3. Бірінші эмоция. Не істеп тұр бұл? Қуанып тұр. Қуанып. Ашуланып тұр. Ашуланып тұр. Ашуланып тұр, иә? Иә. Қанша осы ашу ызаны көрсетейікші. Ал мына күліп ашуланып. Нұрай, айғайлайықшы кәдімгі, ашуланайықшы. Осы эмоцияны көрсетейікші. Жақсы, келесі. Шәкей. Таңғалып тұр. Иә. Мәссаған деген әдемі қыздар. Настроениесі жоқ. Жылағысы келіп тұр. Жынданып тұр. Қорқып тұр. Бұл кино көргенсіздер ма? Один дома. Жақсы. Жарайсыңдар, бұл бізде. Один дома. Сендер сүйікті кинолар. Бұл не істеп тұр? Қорқып тұр. Танимыз ба бұл баланы? Иә. Кевин. Кевин қорқып тұр, иә? Келесі эмоция. Бұл не істеп тұр? Қуанып тұр. Келесі эмоцияға көшейік. Бұл не істеп тұр? Ашуланып тұр. Қатты ашуланып тұр, иә? Иә. Айғайлап тұр. Көрсетейікші осыны. Баста. Тамаша. Жақсы. Мирас, жарайсың. Келесі. Ашудан кейін өзін сабырға шақырып тұр, иә? Иә. Келесі. Бұл не істеп тұр? Ойланып тұр. Ойланып тұрған жоқсың? Таңғалып тұр. Таңғалып тұр, дұрыс айтасың. Келесі эмоция. Бұл не істеп тұр? Ашуланып тұр. Алғашқы эмоция. Бұл не істеп тұр? Қалап тұр. Қайталап көрсетейік. Бір сөз айту керек пе немесе әшейін? Жоқ, дәл осы. Фотоны қайталау керек. Сөздің қажеті жоқ. Кеттік, қайталаймыз. Жарайды, тамаша. Бұл не істеп тұр? Реніш, наверное. Қайталап көрсетейік.
Жарайды, тамаша. Келесі. Тура фотодағыдай. Бұл не істеп тұр? Таң қалып тұр. Келесі. Аха, қиратсай балам. Аман қалдырма. Бұл не істеп тұр? Медитация ма? Сабыр сақтап тұр, иә? Сабыр сақтап. Сабыр сақтасай, балам. Бәрін қираттың ғой. Ұйықтап қалмаңдар. Келесі. Бұл не істеп тұр? Ашуланып бақайлап тұр. Тура фотодағыда қайталап көрсетейікші. Мана ашулысың ғой сен. Келесі. Қуаныш. Қайталап көрсетейік. Тура фотодағыда. Тамаша. Және соңғысы. Бұл не істеп тұр? Удивление. Бәрекелді, тамаша. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ келдағы отал менен. Түтін түтет, өсірбі, көгері бер, немерелер көбейсін, шөберелер. Жадыңда ұста, жақсылық күтпегейсің, от емес, оқыс жасаң менен егер. Тамаша. Тағы қандай өлеңдер білесің? Көзінің қарасын, көңілімнің санасын, бітпейді іштегі ғашықтық жарасын. Тамаша, жарайсың. Өнер білім бар жұртта артасын сарай салғызды, ашылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Атты жоқ құр арбаны, мың шақырым жерлерге күн жарында барғызды, адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді, отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді, дүниені кезді жалықпай, теңізде жүзді балықтай, бізде бекер жатпалық осыларға таныспай. Мұқағали өлеңі өміршең әрі әдемі, тәлімге толын өлеңін оқи бергім келеді. Мұқағали өлеңі жүректерге жетеді, оқи берсең өлеңін ақын жанды етеді. Ақын аға өлгенмен жылары мәңгі өлмейді. Мәңгілік елдің ұрпағын ән жырмен тербейді. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Ой, бәрекелді, жарайсың. Аспанда күннің нұры, мақпалдай жердің түрі, қуаныш мал мен жанды, қыз шықпай өл түрі. Сыр сәулет төгілген, даналық көрінген, елінде бегілген ақылды көздер-ай. Әнші болу арманым, әнді жаным сүйеді, неге мені естісе, анамға қабақ түйеді. Сәби кезде бәріміз естік емес пе, әнмен бірге әленген бесік жырын күйеді. Мен анамның қардай аққосы, мен анамның балдай тәттісі, еркіндікті сүйіп қолға берсін биік арманымның баққысы, баққысы. Гүлденеді тіршілік, әнмен бірге жайқалып, қарасаңыз бір сәтке тұр ғой әне байқалып. Менің жаным қалайды, әнде әсем әленген. Етмала, анем маған керек емес, сенде жігіт емес. Етмала, қызың арамызда ойыннан басында. Жақындама, етмала,
Kızına бар арамызда ойындан басыла. Жақындама, сенде жігіт емес, ондай маған керек емес. Етмала, kızına бар арамызда ойындан басыла. Жақындама, сенде жігіт емес, ондай маған керек емес. I don't wanna take you like that. I don't wanna go. Тикке қарамызда мен ертегі бәрі. Күтетін келеді рукап мұрын бұқар. I don't wanna take you like that. I don't wanna take you like that. Ma, yetmala, kızına бар арамызда ойындан басында. Жақындама, сенде жігіт емес, ондай маған керек емес. Yetmala, kızına бар арамызда ойындан басында. Жақындама, сенде жігіт емес, ондай маған керек емес. Әнші болу арманым, әнді жаным сүйеді. Неге мені естісе анама бақ тиеді. Сәби кезден бәріміз естіп өстік емес пе? Табиғатпен жырланып, сәби үні киелі. Мен анамның балдай ақ құсы, мен анамның балдай тәттісі. Еркіндікті сүйіп қоя берсін кейіп, арманымның бақ құсы. Кездесіп қап қиырда, түлкі айтты. Тиін-ау, 99 айлам бар, сенің жайың не болмақ? Тиін айтты. Жайыңда аңғар, жалғыз ғана айлам бар. Сен сияқты тым ерке емеспін мен тайраңдар. Олар сөйтіп тұрғанда қасқыр жетті бұл маңға. Тиін талға өрмелеп, түлкі қалды тырбаңдап. 99 айлалы түлкі бірден жайрады. Бір айласы тиіннің болып шықты пайдалы. Уақыттан жас, сен де жетер мекенсің, жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің. Жарық сәуле көре алмай, ел шаңнан ер алмай, сол бойы кетер мекенсің. Жапанға біткен жапырсақ, жамылсаң тояр мекенсің. Жазғы шыққан бүлдірген, соғымсаң тояр мекенсің. Күрек түсін қас қайтып, сұлу сүйер мекенсің. Бадана көз 94 сауыт киер мекенсің. Білтеліні тұтатып, түтін үзбей оқ атып, жауға шырар мекенсің. Утром новым разбуди, я не вспомню день и срок, прислонившийся к груди, преподал больной урок. Можно годы доверять, но на финишную пасть лицом свою же грязь. Снова фразы эти слышу, что не виноваты. Для тебя была малышкой, для себя солдатом. Даже можно, если слышать, сколько терять. Да, это все. Это точно финал. Беги, кто предал, тот снова предаст. Беги, решившись на это хоть раз. Беги, сожги за собой все мосты. Беги, дорогу найдем, назад не смотри. Келесі кезеңіміз ситуация, яғни актерлік шеберліктерді барынша осы жерде көрсету керек. Жанел, дайынбыз ба? Қазір мен саған бірнеше ситуацияларды айтам, ал сен менен кейін соны бір шынайы етіп, сезініп, көз алдыңа елестетіп, ойнап беруің керек. Олай болса, онда елестет, үйдесің, асханада бір картоп турап жатсың, тамақ істеп жатсың. Бастаймыз. Тез сорап жатсың. Қолыңды кесіп алдым. Ай. Не істейміз енді? Қол берейін ба? Бәрі жақсы ма? Жазылып қалды ма? Жақсы. Ал қолыңа ине тығып алса қалай болады? Ай. Көрейге? Мен әлі ине тыққан жоқпын. Ал бәрі екіш. Ай. Мына жерінде тұр. Жақсы. Адасып қалдым. Қараңғыда.
Жаурап, күн суық. Ызғар. Қолында кофе бар. Ыстық кофе. Ішіп тұрсың. Тілің күйіп қалды, ыстық. Жаурағанды ұмытып кетті ба? Жақсы. Ал жолда келе жатсың, байқамай шегені басып кеттің. Шеге білесің ғой кәдімгідей мынандай. Ол ине емес кішкентай. Қатты ауырып жатыр. Не істейміз? Жедел жәрдемге хабарласамыз ба? Шақырайық олай болса. Алло, бұл жедел жәрдем бе екен? Аяғыңда ауырғанын ұмытып кеттің ба? Ай. Не дейміз? Жақсы, жарайды. Келесі ситуация. Қолымды күйдіріп алдым. Мына затты ұстап. Ай. Су берейін ба, мұздай су? Жақсы, жарайсың. Ай. Ау. Ау. Ай. Күйіп қалды ма? Ашып жатыр ма? Иә, қатты ашып жатыр. Су алып келейін ба? Иә, кетпеңізші. Қатты мұздай су, иә? Иә. Онда бір шелек мұздай суды үстілеріңе шашыр. Қандай мұздай? Қандай мұздай? Кішкене жыла келіңізші. Қолдарың күйіп қалды болса жазылсын деген ғой. Бір, екі, үш. Димаш, ашуланбайсың ба маған? Кеттім, мен киімімді ауыстырып келем. Ал қолдарыңа ине кіріп кетеді. Бір, екі, үш. Ай! Қатты ауырды. Ау! Ай! Жақсы. Ал кинодағыдай беттеріне шапалақпен ұрады ғой, көргенсің ба? Сол сәтті көрсетейікші, бетімізді ауырғанын сезініп, кейін ол адамға ренжиміз, ашуланамыз, иә? Сол сәтті көрсетейік. Ал, бір, екі, үш. Неғып ұрдым? Жай ішін біскітті. Тым соғыз. Орайы өте суық. Димаш, ауырайы өте суық. Қар жоқ, бір қап-қараңғы. Ал қайнап тұрған ыстық суды шашып жүрген кезде үстілеріңе қандай күйде боласыңдар? Ай! Ал көрейік онда. Қазір салып келейін мен ыстық суды. Жақсы, бір, екі, үш. Ай! Қандай ыстық мынау? Денеміз күйіп бара жатыр. Денеміз ашып жатыр. Ай! Ал көшеде кетіп бара жатқанда байқамай шегені басып кетесің. Ай, аяғым. Аяғым. Аяғым өтіп кетті мынау. Өтіп ма? Өтеміз енді, Мейіржан. Суырып аламыз ба? Иә. Суырып аламыз. Болды. Болды бәрі жазылған ма? Айбай. Айбай, аяғым. Аяғым. Мейіржан ұмытып кетті істе. Күтпеген жерден бір шелек мұздай суды үстілеріңе мен шашып жіберем. Мұздай ғой! Үстіме су болды ғой! Нұрай, бәрі жақсы ма? Иә. Үстің су болған жоқ па? Су болды. Не істейміз енді? Кім ауыстырады? Үстімізді ауыстырамыз. Ал қолдарыңа ине толы. Ай, қолым. Қолдарыңа көбі? Қолымды күйдіріп алдым ғой. Ыстық екен. Көз табымыз. Ыстық қой. Үстіне бір шелек қайнаған суды шашып жүрді. Ыстық қой. Қолым күйді ғой.
кинодағыдай беттеріне шапалақ беріп бірақ тимейді, бірақ шынайы етіп ойнау керек. 1 2 3 Бетім. Жоқ. Ренжим. Ай, қолым. Ja. Емтеміз. Жақсы. Бұлар үстілерінен бейтаныс біреу отырған жерде мұздай бір шелек суды шашып жіберсе қалай болады? Ай, салқындай жарып. Қазір алып келейін, сосын жақсы, 1 2 3 шаш. Ай, салқындай. Салқындай. Жолда келе жатсыңдар. Аяқтарыңа шеге кіріп кетті. Аяғым ауырып отыр. Не істесем болады? Аяғым. Орам болып жатыр. Еще қолдарында ыстық кофе бар, ыстық кофе. Кофе. Шейін деп атсыңдар, дірілдейіп, зорға шейін деп атсыңдар. Аузымыз күйіп қалды. Үстімізге төгіліп кетті. Біреу бір шелек суды, мұздай суды шашып өтсе керек. Стап. Енді бұлай жасайық. Саусақ, кес ол! И суды қостым. Жарайды, енді бұлай жасайық. Бетімізден біреу шапалақпен қаққан кезде қалай болады? Осындай шапалақ десе, бетің ауырады ғой? Дәл соны көрсетейікші. Кет. Тамаша, әдемі. Осындай шеге аяғымызға кіріп кетсе, табанымызға. Ауыра ма? Иә. Давай, 1 2 3 аяғымызға шеге кірді. Стоп. Рахмет. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Шеше неше кесесінде кеше? Шеше неше кесесінде кеше? Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы сары, шашы жирен, шашы жирен, шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Тамаша. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Асып айта бер. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Лауралар мен Кларалар, Кларалар мен Лауралар. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, шалшықтан алшық. Хакім хат ашып отыр, хат ашып, шатасып отыр. Хат ашып отыр, хат ашып, шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып, шатасып отыр. Әкім хат ашып отыр. Басын айтайын ба? Хакім хат ашып отыр, хат ашып, шатасып отыр. Хат ашып отыр, хат ашып, шатасып отыр. Сүрінген, сүрінген бе? Сүрінген, сыр өнген бе? Сүрінген, сұр өнген бе? Сүрінген, сұр өнген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпақ. Басынан айтып. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Қақпақ. Осылай айтамыз. Ақ қақпаққа көк қақпақ. Ақ қақпаққа көк
ақ қалпаққа көк қалпақ, көк қалпаққа ақ қалпақ. Ақ қақпақ. Қақпақ. Басын айтамыз. Ақ қақпаққа көк қақпақ, ақ қақпаққа Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Сары шашы, Шашаның да жасы 8-де, Сашаның да жасы 8-де ма? Шашы сары, Шашаның да шашы жирен, Шашаның да жасы 8-де, Шашаның да шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Шалшық, балшық, балшық, басын. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Балшық, Шалшық, балшық, шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Ақ шарбар, көк шарбар, көп шарбар. Ақ шалбар, көк шалбар, ақша шалбар. Ақ шарбар, көк шарбар, көп шарбар. Ақ шарбар, көк шалбар, ақ шарбар, көк шарбар, көк шарбар, көк шарбар бар. Тағы бір рет қайталайыншы. Ақ шарбар, көк шарбар, көп шарбар. Ақ шарбар, көк шарбар, көк шарбар, көк шарбар. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Әкім хат ашып отыр, хат шатасып отыр. Хакім хаташып отыр, хаташып шатасып отыр. Әкім шатасып отыр, хат жазып. Әкім емес. Хакім шатасып отыр, хат жазып шатасып отыр. Хат жазып кетті. Жақсы. Балшық, 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 шалшық, балшықтан алшық. Шалшық, балшық, балшықтан алшық. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Алшық, балшық, шалшық, балшық, балшықтан алшық. Шашық, балшық, балшық, шашылық, балшықтан алшық. Тоз мұздай, мұз тұздай. Тұз мұздай, су мұздай. Тұз мұздай, мұздай. Мұз тұздай. Тұздай. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, Хат ашып шатасып отыр. хат ашып шатасып отыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпақ, көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Сүрінген, сұр үнгенбе, сұр үнген, сүрінгенбе. Сүрінген, сүрінгенбе. Сүрінген, сүрінгенбе. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Шалшық, балшық, балшықтан шалшық, шалшықтан балшық. Ақ шарбар, көк шарбар, көп шарбар. Ақ шарбар, көк шарбар, көп шарбар. Есет атам ес ататар, ет ататар, бес ататар. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хатым хат ашып отыр, хатым хат шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Баста. Хатым хат ашып отыр, хатым хат ашып шатасып отыр. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Балшық, шалшық, шалшық, балшық, шалшық, балшық. Айтып көрші, шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Тамаша. Соңғы жаңылтпаш болсын. Шашы сары, Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен, Сашаның да жасы 8-де. Шаш сары, Сараның жасы 8-де, шашы жирен, Сараның да жасы 8-де. Сараның жасы 8-де, шашы сары, Сашаның жасы 8-де. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр.
Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр інген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сұр інген бе? Сүрінген сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпақ, ақ қақпақ. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жирен Сашаның да жасы 8-де. Шашы сары Сашаның да жасы 8-де, шашы жері Сашаның да жасы 8-де. Анашым, мен сізді өте қатты жақсы көрем. Мені осындай тәрбиелі, өнегелі қыз қып өсіргеніңізге рахмет. Анашым, мен сізді қатты жақсы көрем. Мен сізді сыйлаймын, және сіз мені өмірге алып келгеніңізге рахмет. Осы жерге келгеніңіз үшін рахмет. Анашым, осы жаққа әкелгеніңізге рахмет. Мама, мен әкелгеніңізге өте рахмет. Сізді өте жақсы көремін. Анашым, әкешім, сіздерді өте қатты жақсы көрем. Сіздерді осы өмірге мені алып келген үшін рахмет. Мама, папа, рахмет. Туғандарыңызда кішкентайымнан өсіріп алып келе жатсыздар. Рахмет, сіздерді қатты жақсы көрем. Әкешім, анашым, сіздерді қатты жақсы көремін. Осы жерге бізді алып келгендеріңізге. Мама, папа, мен сіздерді қатты жақсы көрем. Менің арманымды орындағаныңыз үшін сізге көп рахмет айтам. Анашым, әкешім, сіздерге көп рахмет. Мені дүниеге әкелгендеріңізге, және де менің осында келіп жүрген сол үшін рахмет. Мама, мен сізді өте жақсы көремін. Мені осы дүниеге келгеніңізге рахмет айтамын. Сіз осы мені арманыма жету үшін көптеген істерді жасап жатқаныңызға рахмет айтамын. Осы жерге және де алып келгеніңізге де рахмет айтамын. Қаншама конкурстарға, қанша вокалдық конкурстарға апарып жүргеніңізге, тағы да көптеген нәрсе істеп жүргеніңізге үлкен рахмет айтамын. Және де осы менімен бірге қанша конкурстарға және де осы кастингке келген әпшеме де үлкен рахмет айтамын. Мама, сізге мені жарық дүниеге әкелгеніңізге рахмет айтамын. Және осы жерге әкелгеніңізге рахмет айтамын. Әкешім, мен сіздерді жақсы көремін. Мені осы баталарыма алып келгендеріңізге рахмет. Мені дүниеге әкелгендеріңізге рахмет. Біз де үлкен алғысымызды білдіреміз ата-анаңа және саған. Болашақта барлық армандарының орындалуына тілектеспіз. Әзірге қоштасамыз. Мүмкін болашақта тағы да кездесіп қалармыз. Құрметті көрермен, егер де сіздің балаңыз осы жерге келгенін қаласаңыз, бізге хабарласыңыз, біз сіздерді күтетін боламыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.